Бәріне сәлем, бүгін біз жұп-жұмсақ бауырсақтар дайындаймыз. Ол үшін біз ең алдымен жылы суға тұзды, қантты, майды және де дрожжыны қосып араластырып аламыз. Ұнды біртіндеп қосып, қасықпен араластырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін қамыр көтеріледі. Көтерілген қамырды тағы бір рет илеп, жылы жерге 15 минутқа қойып аламыз. Дайын болған қамырды алып, оқтаумен жайып, қатты жұқа емес қылып жайып аламыз. Қамырды кез келген формамен кесіп алуға болады. Менде осындай жүрек пішіндес форма. Қызып тұрған майда бауырсақ қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне бізде осындай ерекше сап-сары жұп-жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Бұл бауырсақтың ерекшелігі іші ауаға толы болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Еркежан.